Қалайсыңдар? Кезекті күн. Бізде челлендждің 85 күндік челлендждің бүгінгі күн енді компаниялармен, проекттермен кездесумен өтті. Продуктивно өтті деп ойлаймын, потому что нормально таныстар, жаңа проекттер, жаңа бастамалардың адамдарды көріп жатыр, былай істеп жатыр. Молодцы, біздің жастар қазір өзінің идеясын, өзінің бір нәрсесін ашқысы келіп тырысып жатыр. И соған көріп үшін қуанам. Так что молодцы. Олар молодцы, что рискнули, бастады, офис салып жалдап жатыр. Ал бүгінгі айтатын нәрсе, мынаны кітап тыңдап отырған кезде бізде кейде андай моменттер болады, когда біз күнде кітап оқимыз, күнде дамимыз, бірақ сезілмей жатады бір кезде. Біз дұрыс істеп жатырмыз, күнде істеп жатырмын, вроде не получается, деген сияқты нәрселер болады кейде, да? И сондай кезде, когда сенің дамуың өзіңе байқалмай жатыр, мен дамып жатырмын ба? Сол кезде мынандай әдіс бар екен да. Прям бәрін тоқтатасың да, дноға кетесің. Дноға деген қатты емес, дым істемей қаласың, в общем, істеп жүрген нәрселер бәрін қоя саласың. Когда сен күнде дамып жатасың, сол кезде де результат болмай жатады ғой, сен сезінбей жатасың, дамып жатқанды, өспей жатқанды байқай алмай жатсаң, сезе алмай жатсаң, сондай әдіс сен өзіңді дноға жетесің, ойын ойнап кетесің, дым істемейсің, жата бересің, бүйтесің, дыммен айналыспайсың, кітап оқымайсың. Прям бір аптаға дейін дым істемейсің да, бүкіл түсіндіресің, поток тоқтату керек. Қай кезде адам өз байқап жатқанын, дамып жатқанын қай кезде байқайды, когда бүкіл тоқтатады дноға. Кей кезде адамға дноға кету керек болады, чтобы қатты секіріп кету үшін. Сол кезде адам разницасын түсінеді. Когда адам сен түсіп бара жатасың ғой, сен қайтып өшесің ғой, сол кезде разницасын байқайсың. Мына арасындағы амплитуда нәм болған кезде дномен теріс көтерілген қайтпан, например, сен былай деңгейде келсің, бірақ былай келсің да, сен байқамайды ғой, а сен түсіп мына жаққа қайтып берші, байқалады сразу. Сол кезде сенде самоуверенность қайта пайда болады да, сен одан да қатты секіріп кетесің. Сол үшін арасында нелерде, когда айтады ғой, ол нәрсе саған деградация емес, төмендеу емес, артқа кетіп, просто это рывок деген сияқты. Сол нәрсе да. И бүгінгі алған идея, бүгін алған инсайт соған қатысты, когда сен күнде дамып жатасың, кей кезде тоқтап қалып, даму тоқтатып, шама пауза басып, жаңа энергиямен көру керексіңдер. Ал 85 күннің челлендждің 34-ші күні, қателеспесем, мен уже күніне қарай уже әдет болып кеткен ғой. Так что дамыңдар, өсіңдер. Кей кезде паузада керек болады. Но қай кезде, когда сен сиді дамып жатасың, сол кезде дамуды байқау үшін. Давайте сәттілік, сіздермен бірге. Take doubt as a lesson, I never second guess it. Take negativity and reject it.